Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайындықтарың қалай? Олай болса, сабағымызды бастайық. Біздің қазір өтіп жатқан тақырыбымыз бақытсыз жамал. Авторы Жақып Дулат. Олай болса, осы бақытсыз жамал шығармасын үйге келуге берген болатынды. Қазір біз сендерден үй жұмысын сұрақтар арқылы тексереміз. Ал бірінші сұрақтан бастайық. Сұрақты оқи ғой. Ақылына көркі сай жамал неге бақытсыз болды? Себебі оны сүймеген жанға берді. Сүйген адамына осылар алмады. Жақсы. Келесі екінші сұрақ. Жамалдың ажалы болды. Жамал борандығыны далада ішіп өледі. Иә, боранның күні үсіп өледі, үйден қашып кеткеннен кейін. Иә, үшінші сұрақ. Кім оқиды сұрақты? Тез. Жамал әжесі қоғамның құрбаны болды. Себебі ол өз сүйгеніне қоса алмай, және Жұманнан қорлық көреді. Және бұл шығармада, балалар, әйелдің теңсіздігі, пікірі ескерілген жоқ. Жақсы. Ары қарай. Bir Сұрақты оқи ғой. Ой, Жамал мен Ғали қайда кездесті? Bir кісінің баласы шілдеханасы болған кезде бір байдың көптен күткен баласының жақсы. Ары қарай. Бесінші сұрақты. Сұрақты оқи ғой. Жамал Жұманның неліктен ұмытпады? Себебі Жұман Жамалды ұрып соқты, және де үйде жата берді. Жамалға ешқандай махаббат өшті, содан Жамал оған еш қысып көрмеді. Жақсы. Кемістігі болды, балалар, кемістігі болды. Өзінің тегі болды ма Жамалдың? Жоқ, сондықтан? өз тегіне қосылды. Ұнатқысы келген жоқ. Сәрсенбайдың екінші рет әйел алу себебі Сәрсенбайдың ұзақ уақыт бойы баласы болмай, және де жұрттың сөзінен кейін ол екінші рет әйел алды. Жақсы. Ары қарай. Келесі. Ал оқиды. Жазушы неге оны бақытсыз етіп суреттеді? Себебі Жамал ақылына көркі сай қыз болатын. Ол өз сүйгеніне қосыла алмай, өз бақытына жете алмады. Сондықтан оны бақытсыз етіп суреттеді. Өйткені оған жақын адамдары жаман қашасы. жақын адамдары қолдау көрсетілген жоқ. Тағдыр қандай болды? Бақытсыз болған екен. Ал Жамалдың өліміне кім кінәлі? Жамалдың өліміне әкесі кінәлі оны. Әкесі сүйгеніне қоспады, сосын тағы Жұман, иә? Жұман кім еді, балалар? Оның күйеуі. Жақсы. Ары қарай. Назым? Шолпан есепті Сәрсенбайға ренжіді. Себебі Шолпан да Жамал сияқты бақытсыз күйге жеткеннен кейін қызын аяп, қызын сүймеген жанына береміз бе деп қапаланады. Сонымен қатар ол өз күнін, Жамалдың өмірін, өзі өмір сүрген өміріне не істейсің? Өзінің басынан кешкенін дұрыс айтасыңдар. Рахмет. Онымен келіспеді. Жамал Жұманның үйінен неге қашып кетті? Өйткені Жұман отыр тұсауы оған күн көрсетті. Сондықтан айласы күні далаға қашып кетті. Жақсы балалар. Енді үй жұмысына күнделікті дайындалып келіпсіңдер. Мына жерде бізде бағалау тұр. Мен сендерді бүгін жұмысшамен бағалап отырамын. Бізде Айғаным 2 сұраққа жауап берді. Балушан 1 сұраққа жауап берді. Назым
Екі сұраққа жауап берді Гаухар. Бір сұраққа жауап берді. Сосын бізде кім жауап берді? Жаңа Перизат жауап берді. Данияр жауап берді. Солай ма бала? Кім қалып қойды? Жұлдызай, сосын Нұркен қалып қойыпты. Олай болса, ары қарай жұмыс жасайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Міржақып Дулаттың Бақытсыз жамал романының тақырыбы мен идеясы. Енді балалар, бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты сабақта біз не істейміз деген әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашамыз. Біздің сабағымыздың алдына қойып отырған мақсат осы. Олай болса, қазір біз топқа бөлінеміз балалар. Топқа мен сендерді бөлемін, сол топпен отыра қаласыңдар. Бірінші топта Айғаным, Жұлдызай, Мұхаммедәлі, Нұркен, Мереке. Бірінші топ мына жақта отырсын. Екінші топ Бауыржан, Перизат, Гаухар, Данияр, Назым. Мына жақта. Балалар, енді сендерге қазір сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап береміз. Сұрақ маған Гаухар оқып берсе. Бақытсыз жамал романында қандай мәселелер қозғалады? Бақытсыз жамал романында қандай мәселелер қозғалады? Жақсы, Айғаным. Бақытсыз жамал романында әйелдің теңсіздігі, қазақ қоғамындағы әлеуметтік мәселелер. Сол Жалпылама қарасақ. қазақ сол кездегі әйел теңсіздігі Бұл не деп аталады? Махаббат мәселесі, тарихи мәселе, дәстүр мәселесі қозғалады екен, иә? Міне, Бақытсыз жамал романында көтерілген мәселе, тарихи мәселе, махаббат мәселесі, сосын салт, дәстүр. Енді балалар, қазір біз топтық жұмыс жасаймыз. Сендердің алдарыңда мына жерде суретті қима қағаздар жатыр. Сол қима қағаздың артында сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Дайындалып отырыңдар. Сендерге дайындалуға 1 минут уақыт беріледі. Дайын болсақ белгі береміз, иә? Топпен. Дайын болсаңдар белгі бере қойыңдар топпен. Дайынсыңдар ма? Белгі беріңдер балалар. Жақсы. Олай болса, бізде салт дәстүр тобы және махаббат тобы, иә? Ал махаббат тобы бірінші сұрағын оқимыз, қалған оқушылар тыңдаймыз, дұрыс бұрыстығын айтып отырамыз, иә? Жамал мен Ғалидің таныстығы қалай басталады? Бірінші, Жамал мен қасындағы құрбылары бір байдың көптен күткен балалары, көптен күткен перзентінің шілдеханасына барады. Жақсы, рахмет. Дұрыс па балалар? Гаухарға бағалап кетейік. Соңында осы жұлдызшалар бойынша сендердің Романда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан? Ұрын жіберу, алып қашу, сосын шілдехана, қалың мал беру. Сосын тағы қандай бар? Жамал менен Жұманды ардастыру салты бар екен, иә? Бізде жауап берген Перизат. Ары қарай
бақытсыз жамал романы қандай оқиғаларды суреттеуден басталды? Бақытсыз жамал романы ең алғашқы оқиға Сәрсенбайдың ауылға көшіп келуінен басталды және оның достарының келісімімен және өзінің шешімімен екінші әйел алуынан басталды. Яғни көштен басталады, иә? Рахмет, Назым. Ары қарай. Салт дәстүрдің озығы мен тозығы дегенді қалай түсінесің? Мен оны былай түсінемін. Қазақ салт дәстүрінде өте көп салт дәстүр бар. Оның кейбіреуі жақсы, ырым жаққа ырымдалған, ал кейбіреуі кішкене Қалай түсінесіңдер? Ал топта осыны толықтырып кетем деген адам бар ма? Мысалы, біздің шығарманы негізге ала отырып осыны. Яғни мысалы кейбір салт дәстүрлер, мысалы қыздардың тағдырына қарама қайшы болған алып қашу, қалмау беру, ол қыздарға қатты қиын жағдай болып әсер еткен. Яғни бір адамның тағдырына кері әсер етіп, мысалы біздің бақытсыз жамалдың өмірін не қылды? Трагедиямен? Иә, трагедия қылды, иә. Жақсы. Ары қарай бірінші топ сұрақтарымыз бітті ғой, иә? Келесі. Сендерде? Қазақ әдебиетіндегі махаббат тақырыбында қандай шығармалар білесіңдер? Еңлік пен кебек, бақытсыз жамал, баян сұлу, қыз жібек. Баян сұлу, қыз жібек. Жақсы. Ары қарай. Келесі. Оқи ғой сұрағын Али. Еңлік пен жамал мен Али үнемсіз қауымда құрбандар болды. Олар өйткені бірге қосыла алмады. Жамалдың бақытсыз болуы өзінің махаббатына қосыла алмай қалды. Жақсы, отыра ғой Али. Яғни балалар неге бақытсыз болды дегенде екеуі ең алдыменен қосылуға барлығы не істеді? Қарсы болды. Кейіннен осындай кереғар жағдайлардың бәрі екеуінің бақытсыздығына әкелді. Салт дәстүрдің де қатысы бар ма балалар? Бар, иә? Жақсы. Ары қарай Мереке. Сәрсенбайдың болыс сайлауына түсу себебі неде? Сәрсенбай өзі билік кісі еді. Оның болыс сайлауына түсу себебі оның өзінің ортасы. Не істеді? Достары? Дұрыс айтасыңдар, иә? Достары әсер етті. Сәрсенбайдың өзіндік пікірі болды ма? Мереке айтып жатыр, иә? Сәрсенбайдың өзінің пікірі болған жоқ. Жақсы. Ары қарай. Екеуінің махаббаты неліктен баянсыз? Себебі оның ата-анасы, әкесі Сәрсенбай оның атастырылған күйеуіне үйленген қалады. Ол басқа біреуге үйленгеніне қарсы шықты. Және де егер оның бақытсыз жамалдың нағыз махаббатымен үйленсе, онда халықта жұртта дауал болып жүреді. Яғни балалар, бұл жерде Сәрсенбай нені көздеді осы бақытсыз жамалды Жұманға атастырған кезде? Ол билікті алады. Билікті қалады. Сонымен қатар бай болғысы келді, иә? Бай болғысы келді. Жақсы. Қыз баланы бала қалмаға сату ескіліктің салты. Менің ойымша бұл ескіліктің салты. Себебі қыздың тағдырын билікке һәм байлыққа сату өте төмен. Дұрыс емес деп ойлаймыз, иә? Жақсы балалар. Соныменен жұмыс жасап шықтық. Сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Рахмет, бағаларын қойылып отырды. Жауап берген сайын ары қарай жұмыс жасайық. Енді балалар, қазір мағынаны тану. Сендердің алдарында конверттер жатыр. Сол конвертті ашасыңдар. Конверттегі сұрақтарға жауап бересіңдер. Конверттегі сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін, балалар, ауызша жауап беріп болғаннан кейін, сендердің алдарында жұмыс парағы жатыр. Біз оқыдық шығарманы, сол бойынша осы жұмыс парағын топпен бірлесіп толтырасыңдар. Барлық сұрақты алып алыңдар. Конверттің ішінен шығарып алыңдар.
Жамалға беті беріңдер. Жақсы, оқушылар, ал бастайық. Олай болса, ал Нұркеннің тобынан бастаймыз. Нұркен. бақытсыз жамал романдағы жамалдың әкесі сәрсенбай бейнесі. Әкесі сәрсенбай бейнесі қажғыр, биік құмар, кәрі, сұм, өзінің жеке ойы жоқ. Өзінің пікірі жоқ, иә? Романдағы көтерілген басты тақырып әлеуметтегі әйелдің теңсіздігі. Әлеуметтік теңсіздік, иә? Әйел теңсіздігі деп ойлайсың. Жақсы, біз оны жұмыс жасай отырып ары қарай қарастырамыз. Ал ары қарай келесі. Бақытсыз жамал романдағы ғазиз атты кейіпкер қандай қызмет атқарады? Бақытсыз жамал романдағы ғазиз атты кейіпкер ол жамалды оқытады, білім береді. Мұғалім, молда қызметін атқарады, иә? Екінші сұрағымды оқып қойып Бақытсыз жамал романдағы байжан болашақ деген жамал ғалимнен қашып кеткенде қандай әрекет жасайды? Байжан жамал қашып кеткенде адам жіберіп жамалға іздеу салады. Жамалға іздеу салады. Жақсы, Жұлдызай, рахмет. Ары қарай келесі. Бақытсыз жамал романындағы бас қосқан жамалдың емес жамал Қандай қыз? ақылына күлкі сай, көз ашық, сұлу болған. Сұлу, иә? Жақсы. Бақытсыз жамал романдағы ғалидің портреттері ғали орта бойлы, сөзін толық жеткізетін ақылды байталды Бетінде Қорасан дағы бар. орта бойлы, Жаңа шығып келе жатқан мұрты бар, иә? Айғанымға. Романдағы басты кейіпкерлері Ғали мен Жамал, Ғали мен Жамал, Сәрсенбай, Шолпан. Жақсы. Ары қарай. Береке. Жұманның жамалды қорғау негізіне жұман бойына қабел мінез қасиеттері туралы. Жұманның жамалды қорлау негізсіз. Жұманның бойынан біз қатыгез, өзінің қара басын ойлайтын, ашкөз Адам екенін көреміз, иә? Романның кемшін тұстары. Жамалдың өз сүйегіне қосыла алмауы, Жамалдың бақытсыз болуы. Жақсы. Ары қарай. Бізде кім қалды? Бітті, иә? Жақсы, олай болса келесі топқа сөз берейік. шығарма қалай басталған? Шығармадан егер Сауанкөл деген ауылға көш келеді. Сол көштен Басталған. жақсы. Екінші сұрағым, бақытсыз жамал романының оқиғасына арқау болған мәселе. Бұл шығармаға арқау болған мәселе қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздіктер және әйел теңсіздігі. Бұл шығарма арқылы автор тек Жамалдың өмірін ғана емес, қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздіктерді айқын көрсетеді. Жақсы, рахмет. Ахмет Байтұрсыновтың бақытсыз жамал романына байланысты айтқан пікірі. Ахмет Байтұрсынұлы қазақта бұрын роман жоқ еді. Біздің арамызда қазақша бірінші роман жазып шығарған Міржақып Дулатұлы болды. Оның бақытсыз жамал деген романы 1910 жылы басылып жарыққа шықты деп айтты. Жақсы. Бақытсыз жамал романның негізгі желісі қалай өрбиді? Ғали мен Жамал қашып кетеді. Ғали мен Жамал қашып кетеді. Иә, жалпы осы оқиға өте тартымды оқырманға. Ары қарай.
роман окуясы кайда өтөдү? Роман окуясы Салмаккөл ауылында өтөдү. Экинчи сурак, романдагы нике куәлигинин жалган берилүүгү маселеси калай сүрөттелди? Романдагы нике куәлигинин жалган берилүү маселеси Жамалдын басына ерик алуу үчүн жазылган болот. Жақсы, рахмет Назым. Мыршақов романда жазудағы мақсатын қайда баян етеді? Мыршақов романда жазу мақсатын сөз басы деп бастайды, шығарманың басында баян етеді. Қандай жабызда балалар? Дұрыс айтасыңдар. Өлең түрінде береді, иә? Өлең түрінде береді. Дұрыс айтасыңдар. Ары қарай. Бақытсыз Жамал романында заман өзгерістері қалай бейнелейді? Жамалдың заманында ескі салт дәстүрлерді көреміз қазақтар. Заман өзгерістері. Заман қалай өзгерді? Кімнің болса? Қоғамның Билік болса? Иә, билік болса. Сол сөзі жүреді, халыққа сөз жүреді. Жақсы. Бір ұпай берейік Бауыржанға. Данияр қалыпты ғой, иә? Заман қалай аяқталады? Роман трагедиямен аяқталады. Не болды? Жамал өледі. Жамал мен Ғали азат болады. Романдағы Ғалидің образы қандай? Ғали орта бойлы және атына зат сай, киімі науғашлау, жігіттердің абзалы. Жігіттердің абзалы деп сөйлейді. Жақсы рахмет. Олай болса балалар, ары қарай жұмыс жасаймыз. Жақсы жауап беріп шықтық. Сендердің алдарыңда мына жерде жұмыс парағы тұр. Сол жұмыс парағына топпен бірлесіп жазып шығасыңдар. Толтырасыңдар. Бұл жерде тақырыбын, идеясын, ұлттық фактісін, сосын кейіпкерлерін жазу керек. Бірлесіп жұмыс жасаймыз.
құрметті оқушылар. Жақсы, өте жақсы. Қазір жақсы. Тоғызға балалар білесіңдер, екі оқушы шығамыз. Бірінші, сендер шыға қойыңдар. Сендер топтары бірінші бітті. Аяқтары. Мұқият тыңдайық балалар. бақытсыз жамал романындағы тақырыбы әлеуметтік әйел теңсіздігі. Ұлттық бағасы автор осы шығарма арқылы салт-дәстүрдің озбырлығын, қайшы тұстарын бейнелеген. идеясы Жамалдың басындағы тағдыр арқылы әлеуметтік теңсіздікті насихаттау. Кейіпкерлері Жамал, Қали, Сәрсенбай, Қаламқыр, Шолпан, Жұман, Байырдан, Мүсебек, Бабас, Фатихолла, Ғазиз. Жақсы. Рахмет. Отыра қойыңдар. Ары қарай келесі екінші топ. Міржақып Дулатов Бақытсыз жамал романының тақырыбы қоғамдағы әйел теңсіздігі. Идеясы бұл шығарма әйел теңсіздігі қозғалады. Сол заманда жастардың пікіріне мүлдем мән бермеген. Шығармада Жамал өмірі ғана емес, сол заманның сан қырлы әлеуметтік мәселелері. Мақсаты романның халық түзетпек, жазылған еркенен ертек емес. Жамалдың жайын жаздық бұл кітапта, бақытсыз бір қыз екен осы шақта деген өлең жолдарында Жамалдың ауыр тағдырын суреттейді. Қоғамның ескі көзқарасы мен салт-дәстүрлерінен жастардың махаббатын трагедиямен аяқталуы бейнеленеді. Кейіпкерлері Жамал, Сәрсенбай, Шолпан, Қаламқыр, Дүйсебек, Бабас, Ғали, Ғазиз, Жұман, Байжан, Нұрпейіс, Фатихолла, Жүніс, Жарас, Сайболат, Ахметжан. Жақсы балалар, өте жақсы орындап шықтыңдар. Рахмет, отыра қойыңдар. Топтық жұмыс болғандықтан барлығын белсене қатыстыңдар. Мен әр оқушыға бір-бір жұлдызша салып қояйын. Енді балалар, ары қарай жұмыс жасаймыз. Қазір сендермен қызықты сұрақтар деген айдар бойынша жұмыс жасаймыз. Educaplay платформасы арқылы қазір сендердің алдарына балалар сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға жауап береміз. Жақсы балалар, олай болса назарларың экранда болсын. Қол көтеріп жауап береміз. Ал сұрақ Сәрсенбайдың кім екенін анықта. Тез Бауыржан. Жамалдың әкесі. Жамалдың әкесі дейді. Жақсы. Ары қарай келесі сұрақ тез оқи қойыңдар. Үзінді идеясына сәйкес келетін мақалдықтар дейді. Үзіндіміз берілмей қапты. Бұл жерде жаңағы Жамалды айтады. Анасы көзі ашық адам дейді. Қызын көріп қой. Анасы көріп қызын ал, табанын көріп қасын. Жақсы. Үлгермей қалды, иә, кішкене. Ары қарай Жамалдың арманы не? Жұлдызай? Бақытты болу. Сұрақтарын санап отырыңдар, қазір бал берем. Романның байланысын тап дейді. Тез романның байланысы береке. Жамал көрікті, білімді, ақылды қыз, ол өзі жақсы көретін Ғали есімді жеткізген. Жақсы, дұрыс. Ары қарай келесі шығарма қай ғасырда жазылды? 20 ғасырда, иә? Жақсы. Ары қарай Жамал Жұманның таяқ жегеннен кейін қандай оймен үйден шығып кетті? Назым? Жақсы. Балдарды санап отырыңдар, оқушылар қазір айтасыңдар. Шығармадан қандай тақырыптар қозғалады? Махаббат, әлеуметтік теңсіздік. Жақсы. Ары қарай келесі сұрақ. Жамалдың сүйген Ғали, Айғаным. Ары қарай Бақытсыз жамал романдағы оқиғаның басталатын уақыт перизат көктем мезгілі, иә? Жақсы. Жамалдың анасы Шолпан Сәрсенбаймен отасқанда неше жаста? Данияр? 13. Неше өті? 14 жаста.
Мереке? Жамал басына түскен ауыртпалықтарға қатысты. Өте жақсы. Ары қарай Сәрсенбай Калампыр. Жақсы. Ары қарай романның экспозициясы. Назым. Жақсы. Ары қарай келесі Жамалдың отбасы қандай әлеуметтік жағдайға ие Бауыржан? орташа Орташа. Дұрыс екен. Жақсы. Романның тақырыбын көрсет. Назым. Қыздардың қалыңдығы асарлы сүйген адамға тұрмысқа берілу. Ары қарай келесі Қалидің Мереке. Бабас. Жақсы. Бақытсыз Жамалдың авторы. Біржақып Дулат. Біржақып Дулат. Жамалдың басты мәселесі неде? Бауыржан. Махаббаттың бақытсыздық. Ары қарай келесі Жамалдың тағдыры қандай? Бақытсыз. Соңғы сұрақ Ғали мен Жамалдың ойын сауықтан танысқаннан кейінгі оқиғасы. Мереке екеуі қолдарына домбыра алып айтса. Жақсы. Рахмет. Балалар санап отырсыңдар ғой, иә? Балалардың сабақтың соңында қойып беремін. Қазір ары қарай жұмыс жасайық. Қызықты сұрақтар айдары аяқталды балалар. Келесі тапсырма сендерге 4 сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды бекітеміз. Бақытсыз Жамал романында көтерілген мәселе туралы пікірлеріңді жаз. Дәптеріңді ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңдар.
оқушылар ойларды жинақтап нүктелерін қойыңдар жұмыстарының. Жақсы балалар, олай болса, аяқтаған оқушылар бар екен, нүктесін қойыңдар, ойларыңды қорытындылаңдар. Ал Перизат. Менің ойымша романдағы көтерілген басты мәселе әйел теңсіздігі. Себебі сол заманда қыздарды қамын алғышын сатты, олардың орнын сұрамады. Оны мен былай деймін: Жамалды сүймеген адамына күйеуге берді. Тоқтымай кетсем, бұл романда әйел теңсіздігі үлкен орын алады. Жақсы, рахмет Перизатқа. Ары қарай Гаухар. Менің ойымша бақытсыз жамал романында Жамалдың өмірі ғана емес, қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздікті айқын көрсетеді. Себебі бұл қоғамда әйел адам ер адамнан төмен тұрғаны суреттелген. Қыз баласының ойы бір тиынға тартылмаған есебі болады. Жақсы, Гаухар. Рахмет. Ал Даниярды тыңдайық. Менің ойымша бұл романдағы көтерілген мәселе әйел адамдардың теңсіздігі деп ойлаймын. Себебі бұл романда көбінесе әйел адамдар зардап шеккен. Мен оны былай түсіндіремін: кезінде қазақтың салт дәстүрлері әйел адамдарға көп зардап шеккізді. Себебі мысалы алып қашу, атастыру деген салт дәстүрлер тағы басқа. Қорытындылай келе әйел адамдарды сыйлап құрметтеу керек деп ойлаймын. Жақсы, тамаша пікір. Ары қарай Назым. Менің ойымша бақытсыз жамал романында көтерілген басты мәселе қоғам әділетсіздігі. Себебі қоғам әділетсіздігінен жастардың махаббаты трагедиямен аяқталды. Оны мен былай дәлелдеймін: қоғамның ескі көзқарастары мен салт дәстүрлерінің кесірінен жастар зардап шегеді. Қорытындылай келе мен мынадай шешімге келдім: қоғам теңсіздіктері әйелдердің тағдырын қорғап, жастардың махаббатына кедергі болды. Жақсы, тамаша. Ал Бауыржан, бәрі оқысыңдар қазір. Менің ойымша бұл романда әйел теңсіздігі жайлы қозғалады. Себебі бұл шығармадағы басты кейіпкер Жамал әйел теңсіздігінің әкесінің құрбаны болады. Мен оны былай дәлелдеймін: себебі Жамалдың әкесі өз қызын сатып жіберді, яғни өз сүйгеніне, өз теңіне қосылмайды. Қорытындыласам, бұл шығарма өте мағыналы, әйел теңсіздігі жайлы анық көрсеткен. Жақсы, әйелдің басындағы ең тағдырды суреттеген шығарма деп қарастыруға болады екен, иә? Жұлдызай. Менің ойымша Жамалдың тағдыры асылай кескен қыздар көп болды. Себебі автор шығармада әйел теңсіздігін басты мәселе қылып көрсетті. Мен оны былай түсінемін: автор бізге кейбір салт дәстүрді ескіліктің салты деп көрсетті. Қанша келсек, бұл жердегі әлеуметтік көтерілген мәселе әйел теңсіздігі. Жақсы, Жұлдызай. Ары қарай Нұркен. Менің ойымша бақытсыз жамал романындағы салт дәстүрдің ескілігі жастардың бақытты болудан қайшы етеді. Себебі бұл заманда әлеуметтік тұрғыдан қыздар соңғы сатыда болды. Мен оны былай дәлелдеймін: романда Жамалдың әкесі Сәрсенбай қызын билік үшін сүймейтін адамға атастырып жібереді. Қорытындылай келсем, салт дәстүрге тым қатты еліктеу дұрыс емес, емес. Жақсы, Нұркен, рахмет. Ары қарай тыңдап Береке. Менің ойымша бақытсыз жамал романында көтерілген мәселе Жамалдың бақытсыз болуы. Жамалдың бақытсыз болу себебі Жамал өз сүйгеніне қосыла алмауы және Жамалды жаманға тастап қойды. Қорытындылай келе бұл шығармада әйел теңсіздігі және қатал салт дәстүрлер орын алады. Оқисыңдар ма? Айханым, Али. Бақытсыз жамал романындағы көтерілген мәселе ол әйел теңсіздігі мен билікке тағысы болды. Егер Жамал өз сүйгеніне қосқанда бәрі қосылады. Бұл жерде басты мәселе ол әйел теңсіздігі болып саналады. Сол заманда қыздардың көп өз сүйгендеріне қосылады. Жақсы, рахмет. Бақытсыз жамал романындағы көтерілген мәселе ол әйелдің теңсіздігі мен билікке таласу болды. Егер де Жамалдың өз сүйгеніне қосқанда бәрі жақсы болушы еді. Бұл жердегі басты мәселе әйелдің теңсіздігі болып саналады. Жақсы, рахмет. Олай болса, балалар, біз сабағымызды бекіттік. Бақытсыз жамал романындағы көтерілген мәселені анықтадық, иә? Тақырыбын анықтадық, ұлттық тұрғыдан қарадық. Енді бүгінгі сабағымызға рефлексия жасадық. Бүгінгі
сабағымызға рефлексия жасайық. Қазір бағдаршам әдісі арқылы әрқайсысы балалар келіп, бүгінгі сабақтан өздеріне барлығы түсінікті болды ма? Жасыл, сұрағым бар, қызғылт сары, ал мүлдем ештеңе түсініксіз болды, қызыл түсін басасыздар. Келе қойыңдар. Жақсы. Жақсы, Перизатқа түсінікті, Галлаға түсінікті, Назым түсінікті, Бауыржанға түсінікті. Жақсы, Дания. Жақсы. Олай болса, балалар, қазір үй жұмысын жазып ала қойыңдар. Олай болса, балалар, рефлексия жасадық. Барлығында бүгінгі сабақта түсінікті болыпты, ұнатты. Келесі үй жұмысын жазып ала қойыңдар. Үй жұмысы бақытсыз жамал романында көрініс тапқан салт дәстүрлерге көзқарасым тақырыбында эссе жазып келесіңдер. Үй жұмысын жазып ала қойыңдар. Тақырыбын бақытсыз жамал романында көрініс тапқан салт дәстүрлерге көзқарасым. Енді бүгінгі сабақ бойынша бағалауларды санайық. Айғаным 2, 3, 4, 5, 6. Айғанымға бүгінгі сабаққа мен 8 балл қоямын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бауыржанға бүгінгі сабаққа мен 9 балл қоямын. Жақсы қатысып отырды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Назымға 10 балл қоямын. Сабаққа белсенді қатысты. Гаухарға бүгінгі сабаққа 10 балл. Данияр саған 7 балл. Мерекеге бүгінгі сабаққа 9 балл қоямын. Өте белсенді қатысты. Жұлдызайға да 9 балл сабаққа белсенді қатысты. Нұркенге 8 балл. Перизатқа 10 балл. Осы бүгінгі бағаларым, балалар. Сабаққа рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.